Қайырлы күн қыздар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін французский булочка жүзімнен сіздерге әзірлеуді ұсынамын. Алдымен ашытқымызды дайындап аламыз. Бір пиалай жылы сүтімізге құмшекерімізді салып араластырамыз. Менің арнама тіркеліп қыздар, өз ойларыңызды бөлісуді ұмытпаңыздар, мені қолдап кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, жақсылап араласқаннан соң дрожжымызды саламыз, ашытқымызды саламыз. Яғни жақсылап араластырып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Дағыны бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Ашытқымыз әзірленді. Міне қараңыздар, енді қамырымызды біріктіруге кірісеміз. Жылы сүтімізді құйып, тұзымызды саламыз. Қыздар, булочкаға қажетті заттардың бәрін описание бөліміне жазып кеттім. Менің видеомды аяғына дейін қараңыздар. Сіздерге кеңес беремін осылай әзірлеуге. Жұмыртқамызды салған соң жақсылап араластырамыз. Алдын ала өткізген, илегіштен өткізген ұнымызды алып, ортасын ашамыз. Дағыны жаңа дайын болған ашытқымызды құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып, қолмен емес, венчикпен немесе ас қасықтың көмегімен жақсылап осылай араластырамыз. Қолмен илемейміз. Араластырып, қамырдың басы біріккен соң сұйық майымызды құямыз. Дағыны қолымызбен кірісеміз. Қолымызбен илеп, бәрін жақсылап, қамырды осылай біріктіріп, 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Міне жоп-жұмсақ болып, салмамызды дайындап аламыз. Жүзімімізді, сары майымызды, құмшекерімізді, қамырымызды өздеріңіз қалағандай формада жайып аласыздар. Дағыны қалыңдығы 1 сантиметр болу керек. Сары майымызды жағып шығамыз. Осылай әдемілеп, біркелкі қылып, көп емес, орта қалыппен жағып шығамыз. Дағыны құмшекерімізді себеміз. Тәттілігіне қарай аз, көп өздеріңіз байқайсыздар. Жүзімімізді барлық жерге жеткілікті етіп жайып шығамыз. Дағыны қыздар, жүзім неғұрлым көп болған сайын соғұрлым тәтті болады. Міне осылай қолымыздың көмегімен рулетик етіп қамырымызды орап шығамыз. Жабыстырып орап тастамаймыз, жеңіл түрде ораймыз. Қыздар, осылай орағаннан қамырымызды пышақтың көмегімен кесіп, дөңгелек етіп осылай форма жасаймыз. Противенге салып, жұмыртқамыздың сарысына кішкене сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Жағып шыққан қамырымызды 15 минутқа қойып қоямыз. Қамыр қалып кетеді қыздар. Мен қамырды жайып, сары майды жағып, 6 бөлікке бөліп шықтым. 6 бөлікті осылай ұзын-ұзын полоска етіп бөліп шықтым. Дағыны 2-ге бөлдім. Бірінісіне бірін қойдым. Міне қараңыздар. 2 жағын біріктіріп, қамырымды бір-бірімен ирелек етіп өріп шықтым. Сары майымызды жағып ортасына ұмытып кетпеңіздер. Міне осылай шығады. Бетіне жұмыртқамызды жағып 15 минутқа қойып қоямыз. Көтеріледі қамырымыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Қыздар, қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Шайға иісі деген енді бүткіл асқанамды алды. Сіздерге де кеңес беремін.